Hello everyone, how are you today? I hope you're safe and well. Today's topic will be about a and the articles and the plural and the singular form. Бүгінгі өтейінді отырған тақырыбымыз a and the артикльдерін өтеміз және де сөздердің көпше жекеше түрлерін жасауды өтеміз. Тақырып өте аумақты, сондықтан да назар аударып қарап отырыңыздар, жарай ма? Ең алғашқы an артиклінен бастайық, өйткені ең оңай тақырып ол an артиклі. Мына жерге назар аударайық. an артиклі жекеше түрде қолданылады. Жекеше түрде қолданылады, яғни бір ғана затқа қолданамыз. Мынау an артиклі аударылмайды, оның ешқандай да мағынасы жоқ. Ол тек белгілі бір заттың алдында тұрады да, сол заттың бір штук екенін көрсетіп тұрады. Енді мысалға мына жерде де book деп тұрса, ол мына аударылмайды, ол тек мына кітаптың бір штук екенін көрсетіп тұр. Соны ғана көрсетіп тұр, басқа оның қызметі жоқ. an екеуі екі жағдайда қолданылады. Қай кезде қолданамыз? Артиклі дауыссыз дыбыстың алдында. Дауыссыз дыбыстардың қатарына B, C, D, F, G, H, S, T деген секілді әріптер жатады. Осы әріппен сөз басталатын болса, онда ол сөздің алдына сіз артиклін қолдана аласыз. Ал енді n артиклі ше. N артиклі дауысты дыбыстың алдында. Қандай дауысты дыбыс? I, Y деген секілді дауысты дыбыстардың алдына осы n артиклін қолдана аламыз. Енді мына жерге назар аударып қарайық. It's a book. B әріпі дауыссыз, сондықтан да алдына артиклін қойдық. It's a book, мынау кітап. Бір ғана кітап. It's a key. K әріпі дауыссыз дыбыс, сондықтан да біз оның алдына артиклін қоямыз. It's a key, мынау кілт. Бір ғана кілт. Енді төменге назар аударайық. It's an umbrella. Umbrella, зонтик. Umbrella сөзі U дауысты дыбыспен басталып тұрғандықтан, біз оның алдына n артиклін қолданамыз. Дәл сол сияқты it's an ID card. Біздің жеке куәлікті ағылшындықтар ID card деп атайды. I әріпі дауысты ма? Дауысты. Онда біз оның алдына n артиклін қолдана аламыз. Түсінікті ғой? Енді сөздердің осындай. Мына жерде бір штук, бір ғана заттарды үйрендік қой. Енді осы заттарды көпше түрге айналдырып үйренейік. Келесі бетте сіздерге таблица көрсетілген. Таблицаның бірінші бөлімінде, бірінші столбикте singular жекеше түрі көрсетілген, екінші столбикте plural көпше түрі көрсетілген. Енді мынау заттарды, бір ғана затты көпше түрге, жекешені көпше түрге айналдыру үшін бізде 3 ереже бар. Осы 3 ережеге сүйене отырып көпше түрге айналдырамыз. Енді төменде көрсетілген екінші неден бастаймын? Жолақтан бастаймын, өйткені осыдан бастап түсінікті болады. Екінші жолақта егер де сөз CH, SH, SSS, X әріптермен бітетін болса, біз оның соңына ES жалғауын жалғаймыз. ES жалғауын жалғасақ, ол көпше түрге айналады. Мысалыға класс, сынып, classes, сыныптар деген мағынаны білдіреді. Сол сияқты мынау 5 әріптен аяқталатын сөздерге назар аударып қараймыз. Егер де осы 5 әріппен аяқталатын болса, онда біз ES әріпін жалғап отырамыз.
Сол секілді үшінші жолаққа қарайық. Үшінші жолақта егер де сөздің соңы мынандай y әріпімен бітетін болса, және де ол y әріпінің алдындағы тұрған әріп мынау. Мысалға, country деген сөзге назар аударайықшы. Y әріпімен бітетін болса, Y әріпінің алдындағы тұрған әріп дауыссыз дыбыс болатын болса, онда біз оған IES жалғауын жалғаймыз. Тағы бір қайталап айтып өтейін, түсінікті болу үшін. Мынау Y әріпі біздің қазақ тіліндегі U әріпі секілді. Бізде қазақ тіліндегі U әріпі біресе дауысты дыбыс болады, біресе дауыссыз дыбыс болады. Ол қай жағдайда дауысты болады, қай жағдайда дауыссыз болады? Ол егер де алдында дауыссыз дыбыс тұрса, мынандай R сияқты, онда ол дауысты дыбысқа айналады. Мына жерде Y дауысты дыбыс болып тұр. Сондай жағдайда біз IES жалғаймыз. Түсінікті ме? IES жалғаймыз. Мына жерге қараңыздар енді. Country мемлекет, countries. Ал енді жоғарыға назар аударсақ, мына жоғарғы жағында дәл сондай country сияқты сөз тұр, Y әріпімен аяқталатын. A holiday, демалыс немесе мейрам деген мағынаны білдіреді. Осы жерде Y әріпінің алдына назар аударамыз. Алдындағы әріп дауысты дыбыс. Ол жағдайда тек қана S-тің өзі жалғанады. Ол жағдайда тек S жалғаймыз. Сол кезде демалыс, демалыстар, мейрам, мейрамдар деген мағынаны білдіреді. Ал төменде жаңағыдай Y әріпінің алдына назар аударамыз тағы да, дауыссыз дыбыс тұрғандықтан біз ол жағдайда countries IES-ке айналып кетеді. Енді осы жерде countries сөзіне назар аударыңыздар, қай әріп түсіп қалды? Y әріпі түсіп қалды, яғни Y әріпі мынау IES-ке айналып кетті. Түсінікті ғой? Енді ал қалған осы мынау 5 әріптен бөлек, CH, SH, S, SS, X әріпінен бөлек, сосын Y әріпінен бөлек қалған барлық әріптерде мынау тек S жалғанады. Қалған жағдайдың барлығы өте оңай. Ол жағдайда тек S-ті жалғайсыз. Мысалға, a bag, bags, a holiday, holidays. Мысалға, төменде көрсетілгендей кілт па, key, keys. Тағы да не, book, books, pen, pens деген сияқты тек S-ті жалғап отырасыз. Түсінікті ғой? Енді төменде сіздерге тағы да сол көпше түрге айналдыруды көрсетіп қойған. What is it деп сұрақ қойған, мынау не деп. It's a book, мынау кітап. Енді осы жерде сұрақты қойған кезде де мынау жекеше ғой, бірінші столбик жекеше түрі, екінші столбик көпше түрі. Оның өзінің де сұрағын дұрыс қоя білу керек. Біз алдында to be етістігін үйрендік. To be етістігінде біз is етістігін, is көмекші етістігін біз жекеше түрге қолданамыз дедік та, ал are көмекші етістігін көпше түрге қолданамыз дедік. Дәл сол сияқты осы көмекші етістіктерді осы жағдайда қолдана аламыз. Мысалға, сұрақ қойғанның өзінде де what is it? What не деген сұрақ, мынау не? It is a book, мынау it's. It is-дің қысқартылған түрі. It's a book, мынау кітап. Ал енді көпше түріне қараңыздар. What are they? Олар, немесе мыналар нелер? Мен алдында бірінші сабақта айтып кеткен тұғымын. They дегенді біз көбінесе олар деп біз адамға айтамыз ғой қазақ тілінде. Ал ағылшындар олар деп адамға да, затқа да, жануарға да бәріне айта береді. Олар қолдана береді. Сондықтан да қазақ тілімен салыстырып, олар деп қалай қойған деп ойлап қалмаңыздар. Түсінікті ғой? What are they? Мыналар нелер, They are, олар кітаптар. Books, кітаптар деп көрсетіп қойған. Дәл сол сияқты төменді де өздеріңіз бір көріп шықсаңыздар болады. Жаңағы жоғарыда көрсетілген ережеге сай жасалынған.
түсінікті ғой. Енді келесі бетке көшсек, келесі бетте жаңағы менің сіздерге көрсетілген сұрағым бар, иә, question. Қалай сұрақ қоямыз? What is it? Жаңағы жекеше түрге қоятынымыз. What are they? Көпше түрге қоятын сұрағымыз. What is it деп сұрақ қойған кезде, it is бен бастаймыз қайтадан, иә? It is a key. It is an apple. It's a book. Мынау кілт, мынау алма, мынау кітап деген секілді бір ғана жекеше түрдегі заттарды атаймыз. Ал көпше түрінде what are they? They are keys. Олар кілттер. They are apples. Мыналар алмалар. They are books. Мыналар кітаптар деген секілді ары қарай жалғасып кете береді. Енді сұрақ қою түсінікті болса, келесі бетте сіздерге шағын тапсырма көрсетілген. Бұл тапсырманың басын жақсылап түсіндіріп өтейін, сосын ары қарай өздеріңіз дәптерлеріңізге жазып жасасаңыздар болады. Жаңа мен айтып өткендей, singular жекеше түрі, plural көпше түрі. It's a pen деген, сіздерге көрсетіп қойған. Егер де мынау бірінші столбик жоқ болса, сол екінші столбиктегі сөзді бірінші жекешеге аударасыздар. Ал егер жекешесі беріліп көпше жоқ болса, онда көпшеге аударасыздар, иә? Мысалға, it's a pen, мынау ручка, they are pens, мыналар ручкалар деп солай көпше түрі көрсетілген. Енді бірінші тапсырмаға назар аударайық. Бірінші тапсырмада they are phones деп көрсетіп қойған сіздерге. Мыналар телефондар деп, иә? Енді сол телефон деген сөзді біз жекешеге аударуымыз керек. Ал енді біз жекешеде немен бастаймыз? Әрине it's пен бастаймыз, иә? It's, сосын бір нені артикльді қолдануымыз керек. Жекешені көрсететін a немесе n. Қайсысын қолданамыз? Phone деген сөзге. Әрине қолданамыз, иә? Өйткені p әріпі дауыссыз дыбыс. Сонымен it's a phone. Сөйтіп, мына жерге it's a phone деп жазу қажет, иә? Енді қалған тапсырма түсінікті болса, 2-ден 9-ға дейінгі сөйлемдерді өздеріңіз дәптерлеріңізге жазып орындасаңыздар болады. Артынан тексереміз. Енді келесі бетте бізде жаңағыдай сұрақ қойып үйрену көрсетілген. Енді біз мынау деп атап көрсеттік, енді сұрақ қойып үйренейік. Сұрақ та берілмеген сіздерге, жауап та берілмеген, оны екеуін де өздеріңіз құрастыруларыңыз керек, иә? Ол үшін енді оны қайдан алып құрастырамыз? Суретке назар аударамыз. Суретте зат нешеу, иә? Мысалға, көпше түрі ма, жекеше түрі ма? Мысалға, бірінші суретте ноутбук көрсетілген. Ноутбук ағылшынша laptop деп аталады. Laptop деп сөздіктеріңізге жазып алсаңыздар болады. Енді бір ғана затқа біз what is it деп сұрақ қоямыз. What is it? It's a laptop. Мынау ноутбук. Енді бірінші сөйлемге қараңыздар. Суретке назар аударайық. Суретте 3 кітап тұр. Яғни ол көпше түрі. Көпше түрі болса, біз сұрақты қалай қоямыз? Енді біз what is it деп қолдана алмаймыз енді бұл жерге. Біз what are they? Жаңа алдындағы сөйлемде көрсетілгендей, мына бетте көрсетілгендей, міне what are they? Бұлар нелер? Я, көпше түрде. Солайынан мына жерге жазамыз what are they деп. Солайынан what are they деп мына жерге жазамыз. Сосын жауабына қалай жауап береміз? Енді біз it's деп айта алмаймыз, өйткені бұл бір ғана зат емес, көп, иә? Жауабына алдыңғы бетте көрсетілгендей they are деп жауап береміз. Мына жерге they are кітаптар books деп жазу қажет. Түсінікті ма? Дәл сол сияқты сөмкені жазасыздар. Жекеше түрде, иә, бір штук. Өздеріңіз дәптерлеріңізге жазсаңыздар болады. Мына жерде камерада бір штук. Сосын мынау бағана атап өткенім жеке куәлік. ID card, иә, осыны жекеше түрде жазасыздар.
Ал енді мен неге очкиді тастап кеттім? Өйткені очки әрқашан көпше түрде жүреді. Өйткені оның екі көзі бар деген секілді ғой. Көпше түрде жүретін арнайы өзінің заттары болады. Мысалға, біз аяқ киімді көпше түрге жатсамыз, өйткені аяқ киім бір пара, екі бөліктен тұрады. Оң аяқ, сол аяқ деген сияқты. Көз әрқашан көпше түрде болады, өйткені бізде екі көз бар. Құлақ әрқашан көпше түрде болады, өйткені бізде екі құлақ бар. Дәл сол сияқты, мына жерде сіз бір очки көріп тұрсаңыз да, сіз оған сұрақты қойған кезде көпше түрде қоясыз. What are they деп. Түсінікті ғой? Сосын оған жауап берген кезде де көпше түрде жауап беру қажет. Енді осы тапсырманы дәптерлеріңізге жазып, маған жібересіздер. Келесі бетте жаңағыдай біздің өткен жекеше түрдегі сөздеріміз, көпше түрдегі сөздеріміз, сонымен қатар an артиклі көрсетілген. Мұнау біздің үйренетін жаңа сөздеріміз. Суретке назар аударайық. Суретте әр суреттің өзінің номері бар. Номер арқылы тауып алуға болады. Жаңа сөздерді айтып отырайын. Сіздер менің артымнан қайталап, дәптерлеріңізге аудармасымен қосып жазып алып отырыңыздар. 1. A mobile phone. A mobile phone. 2. A bag. A bag. 3. A key. A key. 4. An umbrella. An umbrella. 5. A credit card. A credit card. A debit card. A debit card. 6. A photo. A photo. 7. A watch. A watch. 8. Glasses. Glasses. 9. An ID card. An ID card. A passport. A passport. Паспорт пен ID карттың айырмашылығы: ID карт жеке куәлік, паспорт біздің заграничный паспорт деп айтамыз ғой, сондай паспорт. 10. A wallet. A wallet. A purse. A purse. 11. A pencil. A pencil. 12. A notebook. A notebook. 13. A camera. A camera. 14. A tablet. A tablet. 15. A brush. A brush. Енді сөздердің аудармасын атап өтейін. Mobile phone. Мобильді телефон. Мына жерде сіздерде бірінші суретте көрсетілген. A bag. Сумка. Мына жерде дәу рюкзак көрсетіп қойған. A key. Кілт. An umbrella. Зонтик. A credit card. Кредитный карта. A debit card. Дебитный карта. Екеуінің айырмашылығы: біреуімен кредит ала алады деген секілді ғой, екіншісімен магазиндерде оплата жасай алады деген сияқты. Екеуінің айырмашылығы сондай, бірақ екеуі де карта. Мына жерде 5-ші суретте көрсетілгендей. Photo. Фото кәдімгі сурет. A watch. Сағат. Glasses. Очки. ID card. Жеке куәлік. Паспорт. Wallet. Ер адамдардың портмонесі. A purse дегеніміз астындағы, ол әйел адамдардың кошелегі. A pencil. Карандаш. A notebook. Ноутбук деген естіген кезде сіздер кәдімгі компьютер ноутбукты елестетіп ойлап кетпеңіздер, иә? Ноутбук деген ол блокнот. A camera. Фотоаппарат немесе камера. A tablet. Планшет. A brush. Тарақ.
өстіп аудармасын жазып алыңыздар, және де менің артымнан бір қайталап сөздерді айтылуын үйреніңіздер. Келесі соңғы тапсырма, соңғы өтетін грамматикамыз. Жаңа біз an артиклін өттік. Енді екінші қалған артикль the артиклі. Енді мен сіздерге бірден екеуінің айырмашылығын түсіндірейін деп отырмын. Сол кезде сіздер анық жақсы түсінетін боласыздар. an белгісіз артикль, the белгілі артикль. Екеуінің қолданысы сондай. an белгісіз артикль, the белгілі артикль. Белгісіз дегеніміз не? Белгісіз дегеніміз ол белгісіз бір зат не адам. Егер де сіз белгілі бір зат туралы алғаш рет айтып жатсаңыз, немесе сіз көшеден бір қызды көріп тұрсыз, мысалға мен бір қызды көріп тұрмын. Ол белгісіз қыз, өйткені сіз оны танымайсыз, оның атының кім екенін білмейсіз, немесе сіз айтасыз, мына жерде көрсетілгенде I have a dog, менде ит бар дейсіз. Болды. Ол белгісіз. Ит қандай, иттің аты кім, оның түрі қандай, оның цветі қандай, оны білмейміз. Ол белгісіз. Немесе мен мектепте оқимын десеңіз, сіз мектебіңіз туралы бізде ешқандай ақпарат жоқ. Қай мектепке барасыз, ол қай райондағы мектеп, белгісіз. Сондай жағдайда біз an артиклін қолданамыз. Мысалға, I have a dog, менде ит бар. I have a book, менде кітап бар. Сосын әрине жекеше түрде қолданамыз. Енді ал the белгілі зат. Белгілі зат не белгілі адам. Ол не енді? Сіз жаңа бірінші I have a dog деп айттыңыз ғой, менде ит бар деп. Енді сол ит туралы ақпарат беретін болсаңыз, мысалға, ол иттің аты кім, ол иттің цветі қандай, түсі қандай, ол иттің породасы қандай, сондай жағдайда сіз бізге бір белгілі бір ақпарат беріп тұрсаңыз, ол уже белгілі болады. Сондықтан да оған біз the артиклін қолдана аламыз. Мысалға, сіз біріншіде I have a dog, менде ит бар дедіңіз, жай ғана. Енді сол иттің цветін айтып жатсыз. The dog is black. Ол иттің цветі қара. Ол қара ит. Сіз бізге ол ит туралы шамалы болса да ақпарат бердіңіз, ол белгілі. Сондықтан да біз the артиклін қолдана аламыз. Мысалға, менде қоян бар. Ол кезде ол белгісіз. Менің қоянымның түсі ақ. Ол уже белгілі болды. Түсінікті ме? Екеуінің айырмашылығы сол. Енді екінші қолданысына қарайық. Алғаш айтқанда. Бір зат туралы сіз алғаш рет айтсаңыз, ол белгісіз болады. Жаңағыдай айтқанда, алғаш рет айтып тұрсаңыз, онда біз қолданамыз. Мысалға, сіз әңгімені бастап жатсыз, I have a dog, менде ит бар, әңгіменің басы, немесе сіз итіңіз туралы алғаш рет айтып жатсыз. Ал енді екінші рет атап жатқанда, the артиклін қолданамыз. Сіз I have a dog деп әңгімені бастадыңыз, сол итіңіз туралы екінші рет, екінші сөйлемді құрастырып жатсаңыз, the dog's name is Ақтөс. Ол иттің аты Ақтөс. Сол ит туралы екінші рет айтып жатсаңыз, онда біз белгілі the артиклін қолданамыз. Мысалға, тағы да бір мысал келтірейін. Менде кітап бар. Немесе мен кітап оқыдым. Мен кітап оқыдым. Ол кезде ол белгісіз. Ол кітаптың аты Абай жолы. Ол кезде белгілі. Белгісіз кезінде an қолданамыз, белгілі кезінде the артиклін қолданамыз. Түсінікті ме? Енді үшінші қолданысына қарайық. an артиклін бүкіл мамандықтың алдына қолданамыз. I am a teacher. Мен мұғаліммін. Teacher мамандық, алдына артиклін қолданамыз. He is an architect. Ол архитект. Құрылысшы. Ол құрылысшы, архитект мамандық, сондықтан да алдына артикль қойдық. Қай кезде қай кезде n қолданамыз? Алдындағы әріп дауыссыз дыбыстан басталса,
A қолданамыз, дауысты дыбыстан басталса N қолданамыз. Түсінікті ғой? Кез келген мамандық, такси жүргізушісі, официант, кез келген мамандықты айтқан кезде алдына an артиклін қолданамыз. Ал the артиклінің үшінші қолданысы әлемдегі жалғыз нәрсе. Ол не? Әлемде жалғыз ай бар, әлемде жалғыз күн бар, жер жалғыз, жер планетасы жалғыз, Мысалға, интернет жалғыз. Интернет ол Қазақстанда да интернет, Африкада да интернет, Америкада да интернет. Сол интернет деген сөз, сол бір сөз. Бүкіл әлемде сол жалғыз атау. Сондықтан да сондай сөздердің алдына біз the артиклін қолданамыз. Мысалға, мына жердегі сөйлемде the moon goes round the earth. Ай жерді айналады. Moon дегеніміз ай, алдына the артиклін қойдық. Earth деген жер планетасы, алдына the артиклін қойдым. Түсінікті ме? Осындай әлемдегі жалғыз сөздер. Енді қазіргі таңда сіздердің сөздік қорларыңыз аз, әлі біраз сөз білмейсіздер, бірақ неше түрлі сөздерді жаттаған сайын, сіз сөздік қорыңыз көбейген сайын осы артикльдерді қолдануды өте жақсы меңгеретін боласыздар. Түсінікті ғой? Енді осыған сай тапсырмаларды беретін боламын. Сол тапсырмаларды орындап маған жіберіңіздер, бірге тексерейік.